Басталмас бұрын бір-екі ауыз сөз. Достар, бұл тақырыпта біз шайды мүлде ішпеңіз, ол дұрыс емес деген ойды жеткізіп отырған жоқпыз. Жоқ, өзіміз де шайды өте қатты жақсы көреміз. Жай ғана шай тұрсын, әлемдегі ең пайдалы, шипалы затты да мөлшерден тыс қабылдасаңыз, ол да өзінің зиян жақтарын көрсете алады. Сондықтан видеоны мән беріп дұрыстап тыңдаңыздар. Ыстық шай ағзаға зияны. Шайды ыстықта ішуге болмайды, өйткені ыстық шай кеңірдекке, ас жолы мен асқазанға кері әсер етуі мүмкін. Қазақтардың арасында аса қатты тараған аурулардың бірі, ол дәл сол кеңірдек пен ас қорыту жолдарының ісігі. Және қазақтар әлемде бұл аурулар бойынша бірінші орында тұр екен. Ұзақ уақыт ыстық шай ішу ішкі органдарды ауруға ұшыратады. Температурасы 62 градустан жоғары шай асқазанды бұзады. Негізінде шайдың температурасы 52 градустан аспауы тиіс. Сүт қосылған шай денсаулыққа зияны. Ғалымдардың соңғы зерттеуіне сүйенсек, шай мен сүтті араластырып ішу денсаулыққа зиян екен. Өйткені екеуінің қоспасы адам ағзасына қиын сіңеді. Сондай-ақ шай мен сүт бір-бірінің пайдалы қасиеттерін жойып жіберетіні көрінеді. Сондықтан да оларды бөлек ішкен абзал. Және де сүт қатқан шай ер адамға қарағанда әйел адамның ағзасына көбірек зиян әкеледі екен. Қою шай тіс пен сүйекке өте зияны. The New England Journal of Medicine бірнеше емделушінің шайға қатысты оқиғаларын жариялапты. Онда 47 жастағы әйел күніне 100 қалта шай қолданып, тым қою ішкендігі жазылған. Ол 17 жыл бойында осылай күрең ыстық сусынды пайдаланып, ақыры барлық тістерінен айырылып қалғаны. Сондай-ақ сүйектері де тым әлсізденіп сынғыш болып кеткені баяндалған. Осылайша ол флюроза симптомына шалдыққан. Қою шайдың салдарынан оның сүйектерінде фтор көбейіп, оның ағзасы түрлі ауруларға бейімді болып қалды. Солай диетологтар шайды күніне 4-5 шынаяқтан аспайтын мөлшерде ғана ішуге кеңес береді. Шайдың құрамында ауыр металдар бар. Канадалық Journal of Toxicology журналы мынандай қызықты зерттеуді көпшіліктің назарына ұсынды. Олар әлемнің түкпір-түкпірінен шай қалташаларын жинап зерттеген екен. Белгілі болғандай шайдың құрамында қорғасын, алюминий, мырыш, кадмийдің аз мөлшер кездескен. Бұл металдар шайдың құрамына топырақ арқылы түскені болуы мүмкін. Бірақ бұл жағдай шайдың қайнаған суда қанша уақыт тұрғанына да тікелей байланысты. Ғалымдардың айту бойынша шай қалтасын суда 3 минуттан артық ұстамау керек. Сондай-ақ зерттеушілер ақ шайды қолданған дұрыс деп есептейді. Оның жапырақтарын жас кезінде жуатындықтан құрамына ауыр заттар сіңіп үлгермейді. Шай бауырға зиянды. Шөптік шай гүлді өсімдіктер бөлетін алкалоид токсиндерді бойына жинайды. Бұл токсиндердің жалпы организмге, оның ішінде бауырға аса зиянды екен. Негізінде токсиндердің ересек адамдарға айтарлықтай зияны жоқ. Десек те кішкентай нәрестелерге және бала емізетін әйелдерге әсері айқын көрінеді. Тамақтан кейін шай ішу ағзадағы темірді азайтуы мүмкін. Калифорния университетінің жүргізген зерттеуі тамақтың артынан ішкен шай темірдің организмге сіңуіне кері әсер ететінін дәлелдеген. Бұл темірдің азайып, шашыңыздың түсіп, теріңіздің құрғауына, сондай-ақ ағзаның анемиясына соқтырады. Сондықтан дәрігерлер тамақтан соң шайды ең кем дегенде 20 минуттан соң ішкен жөн деп айтады. Шайды дұрыс дайындау үшін оны суда ұзақ қайнатқан дұрыс. Болмаса шайдың фенол, эфирлік компоненттері қышқылданады. Шай тұнықтығынан, дәмінің сапасы мен хош иісінен айырылады. Шайды бірнеше рет қайнатып ішуге мүлде болмайды. Әдетте 3-4 рет қайнатылғаннан кейін шай жапырақтарында пайдалы заттардың 50%, екінші қайнатқанда 30% қалады. Осылайша оның құрамындағы пайдалы элементтер біртіндеп азайып, бірнеше рет қайнатқанда ондағы зиянды заттар көбейе түседі. Сондай-ақ бұл өте дәмді сусынды кішкентай шынаяқпен ішу керек. Сонда шайдың керемет дәмін шын мәнінде сезінуге болады екен. Шай ұйқыны кетіреді. Бұған кінәлі кофеин мен хош иістендірткіш заттары. Шайдың керемет сергітетін әсері бар. Ол қан айналымын жиілетіп, бездерде адреналин бөліп, орталық жүйке жүйесі мен орталық миды сергітеді. Солай таңертеңгілік немесе күндізгі уақытқа біздің ағзамызға шай ішу өте керек ақ. Тек кешкі уақытта емес, достары. Қандай кезде шай ішуге болмайды? Шайды көп ішетін елдер арасында жүргізілген зерттеулерге сүйенсек, адам басына шаққанда әр қазақ жылына 1-2 келі шай ішеді екен. Алайда дәрігерлердің кеңесі бойынша оңды-солды шай іше беру денсаулыққа өте зиян. Сонымен қандай кезде шай ішуге болмайды? Аш қарынға суық шай ішпейді.
себебі ол өт пен асқазанға өте зиян. Керісінше жылы шай бойды сергітіп, сананы сейілтеді, ал суық шай бүкіл ағзаны тітіркендіреді. Тағамның алдында шай ішілмейді. Өйткені шай сілекейді қышқылдандырып, оның дәмін сезуін қиындатады. Мұндай жағдайда ас қорыту қызметінің протеинді сіңіруі уақытша азайып кетеді екен. Алдындағы айтқандағыдай тамақтан соң бірден шайды ішпеген жөн. Ішкіңіз келсе жарты сағат күтіңіз. Өйткені шай құрамындағы танин, протеин мен темірдің қатқылдануы тағамның сіңімділігін төмендете түседі. Ал бұны есіңізде дұрыстап сақтаңыз, өйткені көбі оны білмейді. Дәріні шаймен мүлде ішпеңіз. Себебі шай құрамындағы заттар ыдырағанда пайда болатын таниннің әсерінен дәрі сіңімділігі төмендейді. Дәрігерлер бостан-босқа шай дәріні бұзады деп айтпайды ғой енді. Қазақтардың шайды қалай ішетіні туралы 19 ғасырдың орта шенінде жапондық зерттеуші қазақтар шай ішкенде уақытты, орында талғамайды. Кез келген уақытта тамақтан бұрын, тамақтан кейін де іше береді деп айтқан. Ал енді осы видеодан кейін біздің көрермендеріміз